Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 89-шы сабақ зат есім. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта сөздерге сұрақ қою арқылы зат есімді анықтайтын боламыз. 19-шы жаттығу. Мәтінді тыңда. Тұсау кесу рәсімі басталып кетті. Адамдар екі жаққа бөлініп тұрып, ортада орын қалдырды. Екі әже біржанды қолтығынан демеп төр жаққа апарды. Тағы бір әже дайын тұрған ала жіппен біржанның аяғын тұсады. Берік еңкейіп барып, жүйрік бол деп тұсауын кесті. Осы сәтте үлкендер, бәрекелді, берік ағаң сияқты білімді азамат бол деп тілек білдірді. Енді тапсырмаларды орындаймыз. Өзіңнің тұсауыңды кім кескенін үлкендерден сұрап біліп ал дейді. Балалар, сіздер үйдегі аналарыңыздан немесе әкелеріңізден тұсауыңызды кім кескенін сұрап алыңыздар. Мысалы, оны былай жазыңыздар. Менің тұсауымды әкемнің інісі кесті. Немесе менің тұсауымды нағашы әжем кесті. Менің тұсауымды туған ағам кесті. Менің тұсауымды нағашы атам кесті деген сияқты нұсқада жазсаңыздар болады. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой дейді. Бұл жерде бізде кім деген сұраққа әже, берік деген сөздер жауап береді. Кімдер? Адамдар, үлкендер, не, орын және тілек деген сөздер жауап береді. Келесі 20-шы жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Балалар, сөйлемдерді дәптерімізге көшіреміз. Тұсау кесу бала тәй-тәй басқанда жасалатын дәстүр. Баланың тұсауын ала жіппен кеседі дейді. Енді зат есімдерді тауып түбір мен қосымшаны ажырат дейді. Балалар, бұл жерде бізде зат есімдер тұсау, түбір сөз, бала, түбір сөз, дәстүр, түбір сөз. Келесі баланың, бұл жерде түбірі баланың, ілік септігінің жалғауы, тұсауын, түбірі тұсау, бұл тәуелдік жалғаудың үшінші жағы, бұл табыс септігінің жалғауы. Келесі жіппен, түбірі жіп, пен бұл көмектес септігінің жалғауы. 21-ші жаттығу өлеңді түсініп оқы дейді. Тұсау кесер. Көріп аяқ басуын, тұсау кесер шашуын. Аға әжелер шашты кеп, ән мен күйге басты кеп дейді. Енді зат есімдер тауып, оларға сұрақ қой дейді. Қараңыздар балалар, бұл жерде бізде зат есім тұсау кесер, аяқ, шашу, әже, ән, күй. Яғни тұсау кесер, аяқ, шашу, ән, күй. Не деген сұраққа жауап береді? Әже, кім деген сұраққа жауап береді? Өлеңдегі тұсаукесер сөзінен бірнеше сөз жасап көр дейді. Бізде тұсаукесер деген сөзде мынадай сөздер шықты. Тұсау, кес, кесе, ер, тұс, ау, сау, кесе және есе деген сөздер шықты. Балалар, түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен қарап ал дейді. Егер жоғарыда айтылған шумақтың ішінде сіздерде түсініксіз сөздер болса, оны сөздіктен қарап алсаңыздар болады. Келесі 22-ші жаттығу көркем жаз дейді. Дәптерімізге сөйлемдерді әдемілеп көшіреміз. Әжем жүн түтті, жүннен жіп ерді, сол жіптен қолғап тоқыды дейді. Енді қарамен жазылған сөздерге сұрақ қойып, қай сөз табы екенін анықта дейді. Бізде бұл жерде не деген сұраққа жүн, жіп, қолғап деген сөздер жауап береді. Бұлар зат есімдер. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.